Camry 50'lik 2012 8 миллион 200 бағасы. 210 пробег. Газ, бензин. Так, 2013 2'de 5 221 пробег 8 миллион. Осындай қара түсті. Бағасы жазылмаған. Мына бір 50 қанша деп тұр екен. 8 миллион 800 2012. 211 мың пробег. Королланың бағасын көрейік. 9 миллион 500. Жаңа автокөлік екен, 709 километр дейді. Пробег 1/2 2022. Албен 1-2. Акценттің бағасы болген. Так, келесі Kia Optima 2012 6 миллион 300. 171 мың пробег, екілік. Вин-коды керек деген адамдар үшін екен. Elantra. Капотында скобы бар екен. 5 миллион 700 1/8 2012. Elantra 2023 11 миллион 600 56 мың пробег. Хамелеон жасыл түс екен. Шкода 4 миллион 500 246 мың пробег 2013 1.4 Rapid 4,5 миллион. Акцент неше деп тұр екен? 5 миллион дейді. 2013 268 мың пробег. 5 миллион. Бұл жабық тұрған шығар көліктер жабық тұр. Так, мына көлікті қарайық. Кобальт 5 миллион 800 2021 1/5 75 мың пробег. Алдыңғы бамперінде царапин сырылған бар екен. Мына есік. Көліктер арт жақтарынан осылай. Кобальттардың бағасы енді сол. Бұна 5/8 дейді. 5/8 бір баға екен. 108 мың пробег дейді. Ағы да 5/8. Мұның бағасы көрді ме екен бізге? 4 миллион 300 дейді. Ravon R4 1/5 газ бензин дейді. 150 мың пробег. Осындай автокөлік. Так, Camry 2007 2.4 газ бензин 168 пробег дейді. Со скидкой 5 миллион дейді. Со скидкой 5 миллион дейді. Мына жерде несі бар екен? Вин-код қарайын десең, осындай вин-код бар екен. Ең көп сатылатын автокөлік Toyota. Ең проблемный Toyota сияқты менің ойымша. Неге десең, вин-код перебивать ететіндер көп. Так, Exit 22 12 миллион 300 дейді. 31 мың пробег. Свет әдем екен. Exit осындай. Қытай көлігін алам деушілер болса. Ол не Opel 2011 1.8 газ бензин 204 мың пробег 3 миллион 600 дейді. Opel Astra 3 миллион 600-ге осындай автокөлік.
Автомат коробка. Жигулидің бағасы жоқ екен. Нексияның да бағасы жоқ. Outlander. Екі мың жиырма екі 2.5 12 миллион 900 дейді. Коробка автомат. Целлофанмен тұр екен. 2023 2.5 Outlander 14 миллион 500 25 пробег дейді. Новый автокөліктер. Он 12 миллион 14 миллион 500. Hilux 2013 2.7 270 мың пробег 10 миллион 500. Осындай Hilux. RX 350 дейді. 2019 26 миллион 300 дейді. 3.5 26 миллион 300. Осындай автокөлік. 26 миллион 300. Ақпарада қанша екен? Так, 33 миллион 300 дейді. 2022 4 газ бензин. 33 мың пробег. Сиена тұрған. 20 миллион 300 дейді. 166 мың пробег. 2013 4 газ бензин. Қарасы тұр. Мына 33 миллион. 20 миллион. Мынау неше екен? Так, 18 миллион дейді. 2017 27. $33 миллион, 18 миллион. Мынау неше еді құрсын? Түсірі, бұл жүр. Бағасы неше? 20 миллион. 20 миллион. 20, 18, 33 миллион. Мыналарды брат, қазақ қып бересіңдер ме мыналарды сонда? Қалай? Мыналарды? Әне қазақ дайын тұр ғой. Жоқ, жалпы. Жалпы қалай? Істеп береді ғой. Істеп береді? Бұлар банкпен жұмыс істейді. Тақанса қазақ береміз деп тұр ғой. 24 миллион 300 дейді. 22 Hilux. Бля, нешенші жылғы ма? 2022 3.5 79 пробег 24 миллион 300. Анау дайын ғой, анан бұрадан алсаң біріншісін. Со, менде канал, брат. YouTube канал. Канал, так, канал деп бұл. Exit VX 22 екілік бензин. 15 мың пробег, 17 миллион бағасы. Осында Exit бар екен. Қазақ Сиена. 2015 3.5 14 миллион 500 143 мың пробегпен. Мінекі. Да, автокөліктер сатылып кеткен екен. Элантра сатылған, елдік сатылған екен. Мына жерде Lexus Toyota олап тұр, енді бұлар арған машина емес сияқты. Жалпы келушілер көп кісілер. Қазір қараймыз бағаларын. Мына Lexus қанша деп тұр екен? Ес 2020 22 миллион 500 2.5 22 миллион 500
Toyota нешеге барады екен бұл? 2020 2'de 5 12.500 59.700 пробег. Так, Lexus 22 миллион, Toyota 12 миллион. $9 миллион 500 дейді, 2017 Camry. дейді, 16 миллион 300. Так. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін автоцентр 12 деген автосалонға келдім. Өздеріңіз көріп тұрғанда бұл жерде көліктер көп екен жалпы. Ескі көлік емес, бірақ ең кемі 3 миллион 600-ден басталады автокөліктердің бағасы. Көбіне жаңа көліктер екен. Енді бұл кісілер мен алдында бір келіп түсірген, бұлар 7 банкпен ба 8 банкпен жұмыс жасайды. Көлікті сатып алады, сатады, және де мысалға сізде грузин басқа елден келген көлік алатын болсаңыз да, бұлар аттыңызға қазақ қылып аударып бере алады. Сондай. Жаңа көлік іздеп жүрсеңіз, осы автосалонға келіп қарасаңыз болады жалпы көліктерді. Көлік көп екен. Бірақ енді бұл жерде 1 миллион 500 мың деген әңгіме жоқ. Ең арзаны 3 миллион 600, ол Opel Astra. Солай. Гарантия береді, бермейді, оны мен білмеймін. Оны өзіңіз осы жерде эксперт әкелесіз ба жалпы. Тексеріп алғаныңыз өзіңіз үшін. Оқтан көптеген қазір автосалондарда да көлік алған кезде двойниктар шығып жатыр, немесе вин-код перебитый, сондай болып жатыр. Сондықтан көлік алған кезде осыған мұқият болыңыз. Құрметті оқырман, көрермен, менің видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий басып жүргендеріңізге сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Сонымен қатар өздеріңіз білетіндей, қазір менде парфюм сатып жатырмын, білесіздер. Сол парфюмді алған адамдар арасында Шкода Октавия көлігін бонусқа қойғам. Парфюмдарым сатылып жатыр. Егер де өзіңізде автокөлік болатын болса, ініңізге, бауырыңызға, ағаңызға, кез келген адамға сыйлық қап сыйласаңыз да болады. Немесе менің ойымша бұл жалпы өзім ойлаймын, адамдар жақсылық жасау керек деп ойлаймын. Жақсылық жасау керек деп ойлаймын. Бұл менің өзімнің жасап жатқан жақсылығым. Сондықтан мүмкіншілігінше көп адамдарға таратып, лайк басып қолдап жүріңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ақтаудан, Авторынғы Ақтау YouTube каналы. Так, бұл түсірілімді мен қай жерде екенін сұрайтын болсаңыз, автоцентр 12, осылай. Бұл жерде трейдинг жасайды екен. 2010-нан жоғарғы көліктерді әкелсеңіз болады екен, жалпы. Тұрасында. Оң жағында, ол жағында. Осылай. Автостоянка. Сол күндеріңізге сәтті өтсін. Давайте аман жүрейік.